Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін құрғақ және сезімтал теріге арналған крем маска жасаймыз. Ол үшін бізге біраз қасық толық зығыр дәндері керек. Және үстіне біраз қасық кептірілген жалбыз жапырақтарын саламыз. Үстіне 200 мг су құйып, баяу отта 7-8 минут қайнатамыз. Жалбыз антиоксиданттық, әсіресе қабынуға қарсы теріге пайдалы. Және де жалбыз терінің жалпы денсаулығын жақсартатын микробқа қарсы қасиеттерге ие. Дайын болған қоспаны оттан алып, бөлме температурасында суытамыз. Енді бізге бір кішкене сәбіз керек. Сәбізді майда үкіштен өткіземіз. Сәбіз ерте қартаюмен және әжімдермен күреседі. Үкіштен өткізілген сәбізді дәке арқылы шырынын сығып аламыз. Достар, егер мені қолдағыңыз келсе, каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, видео рецептпен достарыңызбен бөлісіңіз және жаңа шыққан рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңырауды қосуды ұмытпаңыз. Енді суытылған қоспаны дәке арқылы гелін сығып аламыз. Зығыр дәндері теріні қатайтуға және жасартуға көмектесетін өте пайдалы ингредиент. Маска негізіне сәбіз шырынын қосып, жақсылап араластырамыз. Масканың әсерін күшейту үшін 10 тамшы жүзім майынан және 10 тамшы жожоба майынан қосып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған масканы шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышта 1 аптаға дейін сақтай аламыз. Бұл гельді масканы көз айналасына жағуға да болады. Масканы аптасына 3-4 рет қолыңызға, бетіңізге, мойныңызға және декольте терісіне жағып 30 минутқа қалдырасыз. Содан кейін қалған масканы жылы сумен жуасыз. Сізге денсаулық, жастық және сұлулық тілеймін. Келесі кездескенше.